Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін мұғалім жобасының тапсырмасы, яғни халықаралық стандарт пиза есептері деген тақырып мұңайтпас қарақат орындаған. Келесі жоспарға келетін болсақ, біз бүгін пиза халықаралық зерттеуімен және математиканың пизадағы орнымен және пиза есептерімен танысатын боламыз. Бірінші, пиза халықаралық зерттеу дегеніміз не? Пиза халықаралық зерттеу дегеніміз ол атайды тұрғандай Program for International Student Assessment, яғни балалардың оқу қабілеттілігін өмірде қолдана алуын зерттейтін бағдарлама болып табылады. Бұл бағдарламаға 15 жастағы мектеп оқушылары қатыса алады, яғни 15 жас пен 16 жас аралығындағы мектеп оқушылары. Жалпы бұл бағдарлама қандай бағытта зерттеу жүргізеді? Бұл бағдарлама 3 бағытта зерттеу жүргізеді. Біріншісі оқу, екіншісі ғылым, үшіншісі ол бізде математика. Енді Қазақстан пизаға 2009 жылдан бері кіріп келе жатыр. 2009, 2012, 2015, 2018 жылдар қатысты және жақында 2025 жылы, осы жылы пиза халықаралық зерттеу жүргізілген болады. Жалпы пиза халықаралық зерттеуінде бізде топ 3 елді көрсек, ол Қытай, Сингапур, Макао елдері екен, ал біздің Қазақстан ол өте төмен деңгейде. Мысалы, пиза халықаралық зерттеуіне 70 мемлекет қатысатын болса, онда 55-60 орынды алып отыр екен. Келесі, математиканың пизадағы орнын айтатын болсақ, математиканың тапсырмалары мазмұны квантитативтік, яғни сандық кеңістік және ықтималдық теорияларда қарастырылады. Халықаралық зерттеу сұрақтарының бірегейлігі оқушылардың тест тапсырманы орындау барысында күнделікті өмірде жағдаяттарға байланысты математикалық пайымдауларды қолданудың маңыздылығын түсінеді. Яғни біз математиканың өзі емес, математикалық сауаттылыққа бірыңғай көңіл бөлетін боламыз. Енді келесі бізде пиза есептеріне көңіл аударатын болсақ, мұнда бір 2018 жылғы пиза есептері, яғни математика пиза халықаралық зерттеуінде қалай келеді? Ол біздің ұбт және магистратураға тапсыратын тесттеріміз, яғни математикалық сауаттылық, оқу сауаттылық, яғни сыни ойлауды дамытатын тесттердің қатарына жатады, математикалық сауаттылыққа жатады, бірақ мұндағы математика ол әрине өмірмен байланысты. Неліктен Қазақстан өте төменгі орында? Себебі олар алған білімін өмірде қолдана алмайды деген тұжырымға келген болатын. Сол себепті біз математикалық сауаттылықты арттыру арқылы, яғни өмірде қолдана алатын есептерді шешу арқылы біз пиза халықаралық зерттеуінде жоғары нәтиже жинайтын едік. Пизада математикалық сауаттылық есептерін шеше алу үшін сыни ойлау қабілеті мен математикалық логикалық ойлау қабілеті дамыған болуы тиіс. Және пизада есептер қалай беріледі? Математикалық сауаттылықтың есептері көріп тұрғандарыңыздай, міне, егер де тақырыпқа байланысты беріледі, мысалы жүріс десе қадамдарды берген, тиын десе тиындар көрсету арқылы, және оның жағдаяттарын көрсеткен, қадамдардың ара қашықтығын көрсеткен. Мұнда тиындардың диаметрлері, оны күміс деген, алтын деген, және сол сипаттама беріп өтеді бірінші есепте, және сол сипаттама берілгеннен кейін мұнда сұрақ басталады. Егер де сізде осындай болса деген сияқты, мұнда айтқан 15 мм тиындардан бастауыңыз керек деген сияқты көрсетіп отырады. Сол қадамдарды орындау арқылы, яғни сыни ойлау және де логикалық ойлау арқылы бұл есептерді шешеді, және соңында оның дұрыс жауабы беріледі. Яғни ол дұрыс жауап беріліп қана қоймай, оның түсіндірме жұмыстары да жүргізілетін болады.